Ғажап тазалықтың жан жақты қыры мен сырын мемтіп отырған айна біздің кеңес кезіндегі түсірілген ұлы бір киномыздың біреуі. Менің атым Қожадағы қожа баланы серпіндірген еді. Енді соған серпін берген айна бүгінде бізге серпін бере ма? Менімше біздің серпінімізді бүгіндегі қолымызда ұстаған осы телефоны мен гаджетіміз беріп қалады-ау. Өйткені нені түсірдік, нені қойдық, нені әлеуметтік желіге жүктедік, осының ішіне нені жинадық, біздің деңгейімізді һәм тазалығымызды сол көрсетеді. Сондықтан тазалығымыз қандай деңгейде, тазалықпен нені көргіміз келеді, білгіміз келеді, тыңдай отырыңыздар. Біздің студия телефоны көрініп тұр, хабарласыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Білесіздер ме, ең таза дүниенің бірі ол шынайы жүректен шығатын дұға. Шын мәнінде дұға, тілек, ой және арман бәрі бір жерге тоғысқан шынайылықты көрсетеді. Өйткені адамның жүрегіндегі ықылас, дұғадағы болған ықылас басқа ешбір кезде қайталанбайды екен. Неге? Мысален айтайық, намаз оқығанда жан-жаққа қарауыңыз ықтимал, ораза ұстағанда бір нәрсеге еліктеуіңіз ықтимал, ал енді дұға қылған кезде таза жүрегімізбен шынайы ықыластан шығады. Сондықтан да ең таза нәрсе дұғадан бастадым. Өйткені таза нәрселер көп, оның біраз уақытымыз жеткенше, шамамыз жеткенше қамтып үлгерермін, бірақ соның ішіндегі әуел басын бісмілласын дұғаға қойдым. Өйткені дұға қылған кезде, тілек қылған кезде, арман қылған кезде, ниет қылған кезде, ұмтылған кезде сол арман сізді жетектеп алып шығады. Алға мақсат қоясыз да, сол мақсатқа ұмтыласыз. Қазір қарап отырсаңыздар, Рамазан айы 30 күн оразада тілейтін әрбір дұғамыз, тілегіміз жарық дүниені жарып шыққан жаңа күндей, жаңа туылған баладай, жаңа өмірге шақалақ дүниеге келгендей, сәби баладай іштен босанып шыққан жаңа леп сынды. Жаңа лебіз жаңа туынды болатын шығар. Арман да тап солай. Жалпы тазалық дегеніміз ойдың, жүректің, рухтың, тәннің кірден жағымсыз әдеттерден ада болуы, берілуі деген дұрыс шығар. Тазалықтың басты қыры ретінде ой тазалығы біз үшін бірінші орында тұрады. Өйткені ойдың ішкі дүниемізге, ниет, сана, мінез, іс-әрекет руханиятымызға тікелей әсерін тигізеді. Әрі ой арқылы дүниені танимыз, түсінеміз, бағалаймыз, соған қарай шешім шығарамыз, артынан ілесеміз, ақиқатын қабылдаймыз, дұрыс пен бұрысын ажыратамыз, өмірге бағыт аламыз. Ой деген рухтың сондай бір құралы, оны көзбен көре алмаймыз, құлақпен де ести алмаймыз, қолмен де ұстай алмаймыз. Оның таза еместігін тек мына тіліміз айтып тұрады екен. Ойдың түрлерін таза ой, терең, парасатты, жағымды, жағымсыз, сындарлы, дана шығармашылық деп тізе беруімізге де болатын шығар. Алайда осылардың ішінен арам ниеттен алыс, адалдық пен мейірімді еселейтін, рухани тыныштық беретін ойдың тазасы қажет бізге. Өйткені ойымыз қандай болса, өміріміз сондай болады. Ойымыз қандай болса, дұғамыз да сондай болады. Ой тазалығы дегеніміз өтірік, қызғаныш, кек, көре алмаушылық, жаман ой, ниет, пиғылдан сақтану. Жақсы ой, адал ниет, шынайылыққа ұмтылу. Ал ойды таза ұстау үшін жаман ойға орын бермей, оны үнемі тежеп отыру керек. Жақсы оймен орын алмастырып отыру керек. Тіпті сыбыр беретін, қылтың ететін керек емес шайтани ойларды да шығарып тастау керек санадан. Және біліңіздер, құлақтан енген былапыт, бейәдіп жаман сөздер, жаман ойдың, іштегі жаман пікірдің өршуіне тікелей әсері бар. Ғабиден Мұстафин атамыздың ойым нәрлі болсын десең, өмірге аралас, өмірдің бетіне қалқыма, түбіне сүңгі, асыл ойда жатпайды деген екен. Тереңде жатпайды деген. Ол тереңде жатады деген. Яғни судың бетінде емес деген сөзі ғой. Таза ойға жақсы орта, маңай сіздің атырапыңыз қажет болады. Жақсы адамдармен араласу, сондай-ақ үнемі рухани дамып ілгерілеп отыру, кітап оқу, пайдалы әңгімелерді тыңдау, әлбетте дұға мен зікірді басына қойып, соны ұмытпау керексіз. Әлде қайда дұғамен бастап, дұғамен аяқтаған ойдың ортасы да тәуір болмағы керек.
Алло, ассалаумағалейкум. Алло. Ау, саламатсыз ба? Нұрлан айналайын, үлкен жігіт болдың ба? Шүкір, рахмет, өсіп жатырмыз. Мынау бүкіл мұсылман халқының ораза айы құтты болсын. Әумин. Алла дендеріңізге саулық, бастарыңызға байып берсін. Машамыз. Менің бір сұрағым бар еді, Алматай. Айтыңыз. Мынау әйел адамдар Құранды дауыстап оқуға болмайды деген рас па? Ерте кезде солай айтатынбыз. Қазір енді бәрі демократия болды, барлығы әйел тең құқыққа апарды. Сондықтан әйел адам дауыстап оқуға болмайтын жері бар, апа. Ер адамдар отырған жерде ер адамдармен жағаласып, мен де оқып жіберейін деп, апаларымыз яки болмаса қарындастар дауыстап оқуы жөн емес. Алайда әйелдер өздері жиналып, өздері жамағат болып, өзінің туыс балалары, жақындарының ішінде оқимын десе болады, бірақ ер адамдармен жағаласып оқымау керек. Бөтен ер адамдар отырған кезде дауысын сәл бәсеңдетіп оқса, мейлінше жақсы болады. Өйткені барлығы қарап, аузынан сілекейі құрып дегендей, сондай болып қалмасын. Сол үшін ең жақсы Алланың кәламы дейтін болсақ таза, сол таза Құранды таза ниетпен әйел кісілер сыбырлап оқығаны сауапты болады. Ойланып барып әрекет ету жақсы әдепті қалыптастырып, адамгершілікті арттырып, мінезді көркейтеді. Ендеше таза ой жалпы өмірдің кілті. Дұрыс әрекет, ар-ұятты сақтау, сабырлы болу, қиындыққа мойымау, Алланың ризалығы тікелей осыған байланысты болады. Естеріңізде болсын, егер жаман бір істі ойға алып, жүзеге асырсақ, Құдайдың құзырында ол жаман іс болып жазылады. Жүзеге асырмасақ, одан қайтсақ сауап болып бағаланады. Жақсы бір істі ойға алып, оны жүзеге асырмасақ та, жасалған жақсы ісіміз болып жазыла береді. Жүзеге асыратын болсақ, онда сыйы да, сауабы да көп болады. Алло, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Ораза қабыл болсын. Баршамызға. Тарауда қабылдап тұрмын. Тамаша. Мынау тарауық намазында болған ғой. Үйде имамнан естіп қалдым, ағайындармен қыз алыста болады деп айтып жатыр да, сол жерін түсінбей қалдым, сол рас па өтірік па? Енді имам дұрыс жеткізбеген болар, сіз дұрыс түсінбеген болар саған. Негізі қазақ салтында да, шариғатта да ағайынмен, жақын адамдармен қыз алысуға болмайды. Бұны махрам дейді. Енді кейбір адамдар махрамның үкімінен шығып қалады. Ол әйел ала бер, қыз ұзата бер деген сөз емес. Мысалы, бөлелер. Кейбір имам ұстаздарымыз бөлелер үйлене беруге болады деп жүргендері бар. Айналып кетейін, ол орайыңыздан қайтыңыз. Қазақтың салтын, дәстүрін бұзуға болмайды. Неге? Өйткені біздің дінімізбен қатарлас жүрген ұлы бір даналығымыз бар, ол біздің ұлылығымыз, ұлтымызды сақтап қалған бір жеке кодымыз бар, ол біздің салтымыз. Сондықтан жеті ата қағидаты біздің ұрпақтан ұрпаққа, тіпті мынау конституцияға қосса да қолдайтын дүние еді. Неге екі қос қостап қол көтеретін едік? Неге? Өйткені біздің болмысымыз ұрпақтан ұрпаққа өту керек, бұл сақталып қалу керек. Сондықтан ондай адамдар егер сондай ой жеткізген болса, ол ойын қабылдамаңыз, басқа ойын қабылдай беріңіз. Жалпы жаратқанның берер сыйы сансыз, шексіз, өлшемсіз. Сол үшін айтарым бір нәрсе, ойымызға сақ болу керек. Таза ұстауымыз керек. Жақсы ойда болайық, жақсы ниетте болайық. Сонда ниетіміз түзеліп, жүрегіміз тазарып тұрады, амалымыз реттеледі, өміріміз де берекелі болады. Дегенмен ойымыз таза ма ағайын, осыған сәл ойланып көруіміз керек. Екінші ең таза дүниенің бірі, ол кіршіксіз, дәметусіз жасалатын жақсылық көмек, қайырымдылық. Бірер күн бұрын ғана осыны айтқан едім. Бұл жүректен жүрекке жететін жаңа идеялар, қарқындар, таныстар, сезімдер, қолдаулар мен демеулер, жалпы жүрек тазалығы, ішкі дүниенің пәктігі, адалдық пен шынайылық, кешірім мен мейірім және шындықты ұстанудан тұрады. Кезінде бір ғалым айтқан екен, қайыр беріп тұрғанда шәкірті, ол адам жамандыққа жұмсайды дегенде, мен қол ұстап келген адамның қолын қайтарғым келмейді, менің ниетім ақ деген екен ғой. Алло, ассалаумағалейкум, тыңдап тұрмын. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам ағыз. Түркістан облысы
Ақтаудан Тұрмат ауылынан Түркістан облысы Ақтаудан Тұрмат ауылынан Әшірбек Шералы. Аяға асыл. Қалайсыз? Қабыл болсын. Нұреке, мен сұрайын дегенім, Я. әр отбасыға келіндер түсіп жатыр ғой. Я. Баршылық елдің ішінде. Иә, білместікмен солай айтып жүргендерімізде барсында. Сондықтан, егер аруаққа құрмет ретінде бір басын иіп дұға қып қой десе, ол оған қолданса, онда дұрыс болады. Тура сол сияқты сәлем салу. Енді зират басына барған кезде келіндер, жаңа түскен келіндер, кейбір өңірлерде сондай әдет ғұрып бар, зираттың басына барған кезде сәлем салып жатады. Бұның аса қажеті жоқ дегенде, біздің ата-бабаларымыздың жолына, салтына, дәстүріне, ұстанымына, олардың қалдырған ізіне сіз бен бізге үлкендік сіздерге бір дұға мақсатында иіліп қойғандар. Ештеңе жоқ. Ойы, сөзі, ісі үйлескен, жалпы ішкі дүниедегі ниеті таза, иманы толық болған, ар-ұяты бар, ақиқатпен болған, өзі адал, өзі әділ, тәкаппарлығы жоқ, қарапайым, қателігін мойында. Сәлем былай деген екен. Пайғамбарымыз жолымен жүріп, ата-бабаларымыз пайғамбардың сүннетін бізге үлгі қылған. Себебі көне көздердің сөзі мен ісін тең ұстап, соған жауап бере алатын жүрегі таза адамды арлы адам деген ғой. Сондай-ақ жақсы адамның ашуы шайырамал кепкенше дегендей, тез жылап, тез күле салатын, реніші ұзаққа сақтамай, кек ұстамайтын, әлемнің бар мейірімін кеудесіне сыйдыра алатын кешірімді адамның жүрегі әрқашан таза болады ағай. Және қоңырау бар. Алло, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, нұрмамсыз. Алейкум салам. Оразаларыңыз қабыл болсын. Әумин, баршамыздікі. Менің бір сұрағым бар еді. Айтыңыз. Көкейімде жүрген еді осы. Айтыңыз. Сізден бір жауап ала алмадым тек сіздің. Жауап алғым келеді. Айтыңыз. Нұрмамсыз, мен есім Ернұр болады. Мен әйеліміз екеуміздің үйленгенімізге 5 жылдан астам Алланың қалауымен осы оразамыз жақсы жаңалықпен басталып, Алланың қалауымен сәбилі болатынымызды естідік. Машалла. Қайырлы болсын. Дұға тілеп жүрген кезде Мұхаммед деп ұл болатын болса, Мұхаммед деп атын қоямын дейтінмін. Жағдай, дін Мұхаммед болмаса, қазір ана өзімнің кейде анаммен ақылдасам, анамның айтуы бойынша кейде ауыр болып кетпей ма, ертең балаға ауыр болып кетпей ма деген нәрсемен, ертеңге басқа ат қойып қойсам, ертеңмен өз сөзімен өзім қарсы келгендей болмайды ма? Соған бір нақты жауап керек болып жүр, өзімді кішкене орнына қоясың. Нақты сауалға жауап былай болады. Сіз уәде бердіңіз. Мұсылман адамның уәдесі оның иманы болады. Ең жақсы Мұхаммеджан деп қойыңыз. Ал енді анамыздың да сөзін жерге тастамай, еркелету лақап қойыңыз ол балаға. Ерке бала деп, немесе төр бала деп, сондай бір қазақтың жақсы бір қаныш атамдай болсын деп еркелетіп қаныш деп қойсаңыз да болады, жарайды. Өйткені қойсаңыз да жақсы. Бірақ уәдеңізге тұрыңыз. Еркек адамның өлгені екі сөзді болғаны дейді. Сондықтан мен де соны ойладым, просто балаға ауыр кетпей ма деген ой
Ауыр болмайды, ауыр болмайды. Ауыр жағы ауыр болады дегені Мұхаммед боп деп қойып, ей, оңбаған Мұхаммед, неге білдіресің мұнаны? Деп айтып қанда сөз пайғамбарға тиіп кетеді деген мақсатта әйгілі Мұхаммед Али Кассиускілей аты Мұхаммед болып Мұхаммед Алиға өзгертіп, пайғамбардың атын жерге қойдырмай, әйгілі Голливудта қабырғаға ұрдырғанын да білесіз. Сондықтан тура сол сияқты құрмет ретінде сондай тіркеме ат қойыңыз, бірақ таза Мұхаммед дегеннің қасына Мұхаммеджан, Мұхаммед Әлі деп қазақи сипат берсеңіз ғажап болады. Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям аты да өзгермейді. Амин, рахмет алтыным баршамызға. Жалпы жүрек тазалық туралы айтып отырмыз ғой. Сол сияқты туылған адам, жақсылыққа туылған адам, яғни өзгеше жанашыр, қолдау көрсететін, кез келген адамның қайғысын түсінетін, көмек беруге тырысатын, сөзін де ісін де ойланып қадам басатын, ең негізгісі сабырлы болған, пайда көздемей, жақсы ісін бүкіл әлемге жарияламай, мақтанбай істейтін қарапайым адамның жүрегі, мен өзім ойлаймын, нағыз біздің бабаларымыздың жүрегі таза болды ау. Өйткені Инстаграм жоқ еді, TikTok жоқ еді, жариялайтын жер болмады. Жариялағаны Құдайға ғана жариялады. Сондықтан біздің бүгінде жүрегіміз қандай екен деген сауалды қойғым келеді. Сол біздің жүрегімізді бабаларымыз көрсе не айтар еді? Үшінші ең таза дүниенің бірі сәбидің көңілі ғой. Ананың жүрегі таза. Кезінде жаңбыр сұраған екен, бір жерде жаңбыр жаумай, бүкіл ел мешітке жиналып, тасаттық беріп дұға қылды. Сонда дұға қылған кезде, енді келесі жұмада да тағы дұға қыламыз, жауын сұраймыз дегенде, барлық адам мешітке келесі жұма қылды. Сол кезде үйден шыққан сәби бала, 5-6 жастағы бала қолына зонтик дейміз, күрке алып шыққан екен. Әкесі бұны не қыласың десе, біз жаңбыр сұрап тұрмыз ғой, жаңбыр жауады деген екен ғой. Мәне баланың шынайы жүрегі. Балаға, барлығымызға кезінде бабай болады, немесе жаман болады, обал болады деген бір ауыз сөз балаңның сәби жүрегінде қалып қойды. Сізбен жүрегімізде, пәк сөзімізде қалып қойды. Біздің ата-аналарымыз айтқан, ертеде ешкі құйрығы бөртеді деп айтқан ақ ертегісінің өзі шынайы сенімнің таза пәкиза балалықтың жүректің тазалығын көрсетті. Өкінішке орай бүгінде кейбір азаматтарымыз сол ертеде деп айтқан ертегі өтірік айту харам дегендерге жағам ұстап едім бір күні. Құдай-ай, қандай күйге түстік деп. Сондықтан ананың ақ жүрегі, ол бұл әкеде, қартта, қарияда, үлкенде, ғалымда, ғұламада, бай қуатты да бола бермейтін таза пейілмен ақ пейілді рух болады. Жалпы рухтың тазалығы бұл моральдік, саулық, рухани таза кемелділік. Ішкі әлемде, жан дүниеде арам ниет, жалған сөйлеу, өтірік айту, әділетсіздік сияқты дүниенің балада болмауы, анада болмауы соны көрсетеді. Сондай-ақ реніш, өштесу, қызғаныш сияқты сезімдердің сәбиде болмауы, рухани тепе теңдікте имани сенім, ар ұятпен өмір сүруі, құрметі сақталып қалған сол сәбидің жүрегі болады. Демек, теріс сезімдерге берілмейтін адал ниетті, ойлы, шынайы, арын ту етіп, ұятпен жүретін, жаны тыныш, яғни бір сөзге жиғанда ойын, жанын, сезімін таза ұстайтын адам, ол таза адам болады. Сабаз болсаң жердей бол, жер бетін бәрін шыдап көтереді. Таза болсаң судай бол, су бәрін жуып кетіреді дейді Ыбырай атамыз. Яғни тән тазалығы сыртқы келбет және жеке бастың гигиенасында тазалықтың көрінісі. Демек, теріні кірден, иіс май теріден, әсіресе ауыз қуысын, дене қуыстарын таза ұстау, спортпен шұғылдану, денені шынықтыру, денсаулықты күту. Сондай-ақ киімді таза, әрі ұқыпты кию, жалпы таза жүру, жинақы болу, бұл да иманның тазалығынан, пейілдің тазалығынан. Бұл сөзімізге
Бұл өз-өзімізге жасайтын, сөзімізге де, өмірімізге жасайтын негізгі құрметіміз сол. Менен кейбір жас бауырларымыз, қарындастарымыз кімге күйеуге шығайын? Қыздың қай қасиетіне қарап үйленсем болады аға деп сұрағанда тазалығына қара деп айтып едім. Біреулер иманына қара деп айтты, бәлен жеріне де қара деді. Енді оның иманы сырттағы жасырылған дүние ғой, іштегі. Оның сыртына иманы төгіліп тұрмайды. Оның бір лампішке сияқты жанып тұратын жарығы болмайды сәулесі. Иманның бар жоғын қайдан білем дегенде ойланып, кідіріп тұрып бабаларымыздың сөзіне салып, тазалығына қара деп жауап беріп едім. Таза жерде иман болады, таза жерде ұят болады, таза жерде Мұхаммад алейхиссалам, бунияддину алан назафати, ислам тазалықтың үстіне орнатылған деді. Қараңызшы, дін тазалықтың үстіне орнатылған деді. Дін таза деп бабаларымыз бекер айтпайды. Дін таза тұрсын, дін таза деп бекер айтпайды. Сондықтан өзімнен білем мені. Жүз пайыз сіздерге қадап тұрып та ниеттеріңіз қабыл болсын, еліміз, ұлтымыз аман болсын, халқымыз тыныш болсын, тазалығымыз дүниеміз бен ақыретімізде болсын, ісіміз бен амалымызда болсын, ой мен пейілімізде болсын, ұрпағымызда таза болсын, тіліміз таза болсын, жүрегіміз таза болсын. Баршаларыңыздың ниеттеріңіз қабыл болып, оразамыз таза күйде өтсін. Алла. Судың қадірі бір жұтым судың дәрежесі мен мәртебесін ауыз ашқан білет деп тұғай. Шынайы сол. Қарап отырсам, жан-жаққа қарасам, су таза. Бізді көріп отырған сіздердің ниеттеріңіз таза, сіздердің пейілдеріңіз таза. Мені аға деп білесіп, артыма ілескен балалар мен қарындастарымыздың ойы таза, ниеттері таза. Сол тазалықпен тазалық күйде қалыптасып, ұлтымызға, елімізге таза ниетпен қызмет етуге жазсын ұрпақтарымызға. Таза болған ойға, көңілге тәртіп орнату оңай болады. Мысалы, намаздың дәретіне үйренген тәнімізден, әсіресе қол аяғымыз суды үнемі аңсап тұратыны өтірік емес қой. Және дәретпен жүргенде сабырлы, шыншыл болғымыз келіп тұрады. Әтір себудің өзі салтанат пен мәдениет, сол тазалықтың бір үлгісі. Өйткені әтір көңілді серпіп, күйін көтеріп жібереді. Сондықтан таза жүріп, хош иісті жүріңіздер қазағым. Қоғамда таза киініп жүрудің өзі өзгелерді сыйлау, қоғамды рухани әлсіретпейтін болады. Ер адамның тазалығын жасаса әйел адам, ердің дұғасы сөзсіз қабыл болады. Мұхаммад алейхиссалам пайғамбарымыздың тазалық иманның жартысы деуінің мәні осыдан шығар. Өйткені осы асыл дініміз тазалықтың үстіне орнатылған дедік. Рухани және дене тазалығына аса мән берілген. Құдай тағала ғибадаттың қабыл болуын дәреттен бастап жүректің тыныштығына апарып, байлап мінездің қалыптасуына осы оразаны берген ақиқат. Ассаламағалейкум. Ассаламағалейкум. Алейкумсалам аға. Мен Ұрғайындан ұзақтырып оразан қабыл болсын. Әумин аға. Мен намаз жұртымын дұрыс болсын. Мен сұрағым күндір аузым ораза кезінде моншаға баруға бола ма? Сақыл алуға бола ма күндір? Апам ұрсып жатыр ар жағында болмайды деп. Ағау,
Қажеттік болса моншаға да баруға болады, жуынуға да болады. Қажеттік болса. Яғни үстіңіз кір боптар немесе шаң боп қалдыңыз, өзіңізді бір таза сезініп, өзі тақырып өзі тазалық қой. Таза болып қонаққа ауызашарға бару керек. Енді сол күйде бару ұят болады ғой. Сол үшін міндетті түрде үстін тазалап отырып, жуынуға болады аға моншаға. Енді моншаға баруға болады деген сөз, кәдімгі ыстық буға кіріп, үстіңізге сібіргіменен себініп, ұрғыланып, күндіз ораза ұстаған адам олай істегені мәкру әдепсіздік деп айтамыз. Ал енді жуынып жатқан кезде мейлі душ болсын, мейлі жаңағы өзіңіз айтқан монша болсын, суды жұтып қоюдан сақ болыңыз. Алланың ардақтысы пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам 5 нәрсені адам баласы жаратылысынан қажетсінеді. Мұртын басып жүру, тырнағын алу, денесінің түктерін тазалау, ұяты жерін түкті тазалау, сүндетке отырғызу деген сөзі бар. Мына бір өсиетіне аса мән беріңіздер деген келеді. Ақ киім киіңіздер деген бір өсиет бар. Ақ түсті киім әдемі көрінеді, тазалық тұрғысына да ыңғайлы. Мәйіттің өзіне ақ матамен кеміндіңдер дегені бар. Байқасақ, о дүниенің өзіне де ақ киіммен таза күйде аттандырыңдар деп тұр ғой. Сондықтан әлі де маңдайды сәждеге тимеген жандар болатын болса, айтарым осы эфирден пайдаланып отырып, оразада ең болмағанда дәрет алуды үйреніп, жүрекпен ойды бақылайтын жаман әдеттерді тастаудың бірден бір жолы осы дәрет болады, тазалық болады. Ол жолдан жаман нәрседен біртіндеп айырылып тастап кетуіңізге тап осы тазалығыңыз себеп болады. Сондықтан тазалық деген ең негізгісі бабаларымыз айтқандай, әр қашанда таза болсын ар ожданың жүрегің, басқаларда саған адал, әділ, таза болар білемін. Таза болсаң басқаларға өзің жақсылық көресің. Бұл алдыңнан шығып, бақытыңа бұл дүние мен қияметте жетесің деген. Сондықтан жақсылық пен жамандықтың ол бірден бір жолын ашып көрсететін нәрсе тазалық. Таза болыңыздар. Таза болған Құдайға жағымды, періштелерге жақын, аруақтардың да батасы, шарапаты тиет. Ниеттеріңіз қабыл болсын ағайын. Қабыл болсын, ниеттеріңіз ақшан намазда уақытта.